Бүгін Астанада елдегі 3 саяси партия бір уақытта съез өткізіп, үшеуі де президент сайлауына Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынды. Алдымен Аманат партиясы, артынша өзгелері бір ауыздан мақұлдады. Аманаттықтар Тоқаевтан басқа лайықты кандидат жоқ деп отыр. Бір күнде өткен 3 жиынға да әріптестерім қатысып қайтқан еді. Алдымен Аманаттың съезінен әріптесім Айғаным Достанбай айтып беруге дайын. Айғаным? Жалғас Аманат партиясының кезектен съез өтті. Оған жан-жақтан 700 делегат жиналған. Сондай-ақ министрлер, депутаттар, жалпы еліміздің саяси элитасының қаймақтары түгелдей қатысты. Күн тәртібіндегі мәселе белгілі, алда өтетін президенттік сайлауға еліміздегі бас партияның атынан кандидат ұсыну. Жиынның шымылдығын Аманаттың төрағасы Ерлан Қошанов түрді. Мәжіліс спикері сөзінің әлқиссасын. Геосаяси жағдай құбылып тұрғанда Қасым-Жомарт Тоқаевтан өзге президент сайлауына лайықты кандидат жоқ деп қолдауға үндеді. Бұл сайлауда халқымыз өз үміткеріне ел тағдырын, болашағын сеніп тапсырады. Біз үшін ең лайықты үміткер Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, сіздерді осы ұсынысты қолдауға шақырамын. Қошановтың ұсынысын барлығы бір ауыздан қолдап мақұлдады. Кім осы ұсынысты қолдайды? Дауыс беруді сұраймын. Кім қарсы? Шешім қабылданды. Аманаттықтар неге Тоқаевты таңдады? Қасым-Жомарт Кемелұлын қолдағандардың бұл сауалға жауабы бір. Сөз алғандар тіпті толқып, көздеріне жас алғандар да болды. Барлығы президентке сенетінін, айналасына топтасу керектігін атап өтті. Мемлекет басшысы ерекше реформаларды қолға алды. Енді бастаған істі аяғына дейін жеткізу үшін о кісіге мүмкіндік беру керек деп санаймын. Халқымызды қиын кезеңде тастамай, біріктіріп, алып шыққан қажырлы еңбегін бағалап, көшбасшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты бір кісіде қолдауға баршаңызды шақырамын. Президент бірнеше халық 30 жылдың ішінде күткен үлкен саяси реформаларды іске асыра білді. Біздің мемлекетіміздегі жоғарғы билікті бір адамның меншіктеп алуына тосқауыл қоя білді. Кешелі бері бірнеше қоғамдық ұйым Тоқаевтың кандидатурасын қолдап жатқаны белгілі. Енді сол ұйымдар бірігіп халықтық коалиция құруға келісіпті. Әділет министрі Қанат Мусин заңда коалиция атынан саяси додаға түсуге ешқандай да шектеу жоқ деп отыр. Сондай-ақ бүгін Ақ жол мен Қазақстан халқы партияларында кезектен съез өткен болатын саяси ұйымдар алдағы президенттік сайлауға өз кандидаттарын ұсынды. Сөз кезегі әріптесім Аягөз Тұрсынбайда. Рахмет Айғаным, Қазақстан халық партиясы мен Ақ жолда бір-бірімен келісіп алғандай съездерін бір күнде өткізді. Жиынға барлық облыстан делегаттар қатысты. Партия төрағасы кезінде Назарбаевтың кеңесшісі болған Ермұхамед Ертісбаевтан бастап, бәрі бір ауыздан алдағы сайлауға президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынатынын айтты. Решено выдвинуть кандидатом в президенты Республики Казахстан от Народной партии Казахстана Қасым-Жомарта Кемелевича Тоқаева. Сондай-ақ Ермұхамед Ертісбаев басқа кандидаттарға қатысты пікірін білдірді. Мәселен, ауыл партиясының үміткері Жигули Дайрабаев тіпті 5% дауыс жинай алмайды деп болжады. Что касается Жигули Дайрабаева, я его лично не знаю. Если у него шансы набрать хотя бы 5%, я думаю, что нет абсолютно. Я думаю, он войдет в книгу Гиннесса. У него будет 0%, потому что никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули. Ал өздерін парламенттегі оппозиция санайтын Ақ жол партиясы әуелі кандидатқа баймыз, 6 адам президент болғысы келеді деп сүйіншіледі. Ақылдаса келе Ақ жолдықтар да Тоқаевтың кандидатурасын қолдайтындарын мәлімдеді. Перуашев мұны шынайы дауысқа салынған демократиялық шешім деді. Мен ойымша, қазір кезде еліміз алдында бірнеше өте маңызды сондай қауіп қатерлер тұр. Бұл экономика, бұл әлеуметтік жағдай, бұл ішкі саясатымыз, бұл сыртқы саясатымыз әсіресе. Мен оны да айттым, біздің қазір кезде ең басты мақсатымыз мемлекетімізді
тәуелсіздігімізді, жер тұтастығымызды сақтау. Осылайша 3 саяси партия мен 8 қоғамдық бірлестік қазіргі президент Тоқаевтың кандидатурасын қолдады. Енді бәрінің басын ортақ кандидат пен азаматтық коалиция біріктірмек. Сонымен ауыл партиясы атынан Жигули Дайрабаев, жалпыұлттық социал-демократиялық партиядан 65 жастағы Нұрлан Әуеспаев және Аманат кәсіподақтар достастығы атынан Мейрам Қажыкен саяси додада бақ сынауы мүмкін. Алда кандидаттарды әлі бірнеше іріктеу кезеңі күтіп тұр. Жалғас, мендегі бар ақпарат осы. Рахмет Айгөз, толымды ақпаратыңа.